Bugün 16 желтоқсан günü saat 9'da үйден шығып, 10:30'da Халық Аренanın қасында мені ұстап алды, автобустың ішінен ұстап алып, бедеудің роботысына алып келіп, жаңағы митингке шақырғаным үшін деп мені осындай сотқа алып келді. Бірақ мен 16 желтоқсанда қаза болған боздақтардың басына барып, Құран оқиын деген мақсатта барған боламын. Сонан кейін оны шақырған себебім белсенділер сонда кетсе, қолымызға ақ мата байлап, сол боздақтарды еске алып, соларға Құран бағыштайық деген ойда кетіп бара жатқанмын. Бірақ мыналар мені жолдан ұстап алып, автобустың ішінен ұстап алып, халықтың көзінше мына Талғардың роботысына алып келді. Сағат 10:30-дарда. Содан бері осы сотты жағалап жүрміз. Сотты күтіп, осы қазір ғана кірдік. Сонымен менің басыма 488 баптың 7 бөлігі бойынша 196.600 теңге айыппұл салды. Сонда сіз пенсионерсіз, сізде ондай ақшаларыңыз жоқ. Енді қалай төлейсіз оны? Мен бұл айыппұлды қалай төлеймін, төлей алмаймын. Менің бір ай бұрын баламның үйі өртеніп кетті. Мен енді оның үйін тұрғызам ба, жоқ айыппұлды төлеймін бе, қайтып төлеймін. Оданша мені соттаңдар дедім. Сөйтсем бұлар айтады, сенің жасың өтіп кетті, соттауға болмайды деді. Сонымен айыппұлға келісті. Бопты, айыппұлыңа келісейін деп, амалдың жоғынан келісіп, қол қойып бердім.